Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет басқа печеньелерге қарағанда ерекше гата печеньесін дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен 53-тен өткізілген ұнымызға сармаймыз салып, жақсылап күштен өткізіп, немесе қолымызбен езіп, осылай крошки дайындаймыз. Енді айранымызға қолдың айрандары да болады. Ас содасын саламыз. Араластырамыз. Біздің айранымызға реакция жүріп, 1 минуттан кейін көтеріліп, көлемі үлкейіп, көпіре бастайды. Енді оған ванилин, жұмыртқа және де тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің айранымыз одан сайын үлкейіп, осылай қатты көпіреді. Енді оны жаңағы крошкемізға құйып жіберіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болады. Енді оны целлофанға салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Менде мына сахарная пудра, кәдімгі шекерді пайдаланамыз негізі. Енді ұнымызға осы қантымызды салып, және де сармаймызды саламыз бөлме температурасында. Жақсылап араластырамыз. Осы біздің печеньеге салатын салмамыз болады. Мінекей біздің салмамыз осындай болады. Енді қамырымызды шығарамыз. Оны 4-5 бөліктерге бөлеміз көлеміне қарай. Қамырды қатты үлкен етіп бөлуге болмайды. Әйтпесе печеньеміз өте қалың болып, іші піспей қалуы мүмкін. Осылай орташа средний етіп бөліп шығамыз. Мен 4-5 бөлікке бөлдім. Енді әрқайсысын алып, жақсылап осылай қолымызбен бірінші басып аламыз, илеуге ыңғайлы болу үшін. Барынша жұқа етіп жайып шығамыз. Жайылған қамырымызға жаңағы крошки салмамызды араластырып жіберіп, салып, жайып шығамыз. Қамырымыздың ортасына саламыз. Крошкенің түріне қарасаңыз, қамырға жетпей қалатын сияқты көрінеді, бірақ 4 қамырға да бейім арал жетеді. Сол себептен молынан сала беріңіздер. Жақсылап осылай жайып шығамыз қамырымызға. Енді начинкасын салып жайып болғаннан кейін, шетінен бастап жақсылап барынша тығыздап, қамырымызды дәл рулетті орағандай орап шығамыз. Қамырымыз тартып отырып тығыздап ораймыз. Мінекей, егер сіздер қамырларыңызды дәу кесетін болсаңыздар, осылай ораған кезде өте қалың болып, ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол себептен де қамырымызды орташа етіп бөлеміз. Шеттерін түйеміз. Енді бір жұмыртқамызды араластырып, жақсылап осы қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Енді қамырымызды орташа бөліктерге осылай кесіп шығамыз. Мен әсемдік ретінде осындай сырты кесетін үлкен пышақпен кестім. Бұдан шеттері ирек-ирек болып, әдемі болып көрінеді. Майланған немесе пергамент төселген қағазымызға осы гата печеньелерімізді қойып шығамыз. Печенье қатты көтерілмейді, сол себептен де жақынырақ қоя беріңіздер. Бетіне күн істептім. Қызып тұрған пеште 40 минут шамасында пісіріп аламыз. Мен печеньенің бетіне осылай шоколадты ерітіп қойдым. Печенье басқа печеньелерге қарағанда өте ерекше әрі дәмді болады. Менің отбасыма ең қатты ұнаған осы печенье ерекшелігі салмасында. Өте керемет болады. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіз
сіздерге ұнайтынына 100% кепілдік беремін. Видео ұнаса, пайдалы болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер, жақындарыңызға таратып жіберулерді ұмытпаңыздар.